Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін духовкадағы семга балығын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен семга балығын маринадтаймыз. Оған сушеный чеснок, тұз, бұрыш, оливковое масло, сонымен қатар розмарин сеуіп 30 минутқа холодильникке жібереміз. Енді балық пісіретін ыдысты алдын ала майлап, өзіңізге ұнайтын көкөністерді тазалап, турап, осы балықтың жанына жібереміз. Мен бұл балықпен бірге картоп, болгар бұрышы және брокколиді кесіп жібердім. Барлық көкөністерді турап болған соң, үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш және сушеный чеснок себемін. Енді соусын әзірлейміз. Ол үшін оливковое маслоға мед, горчица, лимон шырынын қосып, массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Кейін осы соусты балығымыздың үстіне құямыз. Балығымызды қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 45-50 минут пісіреміз. Осымен біздің семгамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.